Қайырлы күн, қадірменді көрермен, құрметті трейдерлер. Бүгін біз сіздермен бірге 2026 жылдың 13 және 20 мамыр аралығындағы әлемдік қаржы нарықтағы негізгі оқиғаларды қорытындылаймыз. Өткен аптада нарықтар бірнеше маңызды қозғалыстарды бастан көшті. ақш доллары ФРЖ-ның қатаң саясатына қатысты күтулер аясында нығайды. Мұнай геосаяси факторлар мен қорлар туралы деректердің әсерінен құбылмалы болды. Алтын қорғаныс активтеріне деген сұраныс пен облигациялар кірістілігінің өсуі арасында тепе-теңдікті іздеді. Ал валюта жұптары инфляция, пайыздық мөлшерлемелер және жаһандық экономика қатысты күтулер ықпалына қозғалды. Соның ықпалында қозғалды. Нақтырақ айта кететін болсақ, ендеше өткен аптада нарықта не болғанын және қазіргі уақытта активтердің қозғалыстары қандай факторларды анықтап отырғанын егжей-тегжейлі қарастырайық. Алдымен ақш долларынан бастаймыз. Өткен апта доллар индексі үшін айтарлықтай мықты болды. Инвесторлар федералдық резервтік жүйе пайыздық мөлшерлемелері бойынша күтулердің қайта қарай бастады. Егер көктемнің басына нарық мөлшерлемелерін жылдың екінші жартысында тез төмендейді деп есептесе, қазір көңіл күй айтарлықтай өзгерді. Мұның басты себебі ақш экономикасының тұрақтылығы. Өткен аптада инвесторлар ақштан бірнеше күшті макроэкономикалық деректер алды. Еңбек нарығы тұрақты болып қалуда, тұтынушылық белсенділік айтарлықтай әлсіреген жоқ, ал инфляция әлі де ФРЖ мақсатты деңгейінен жоғары тұр. Осы жағдай аясында америкалық облигациялар кірістілігі өсе бастады, ал онымен бірге де доллар да нығайды. Апта ішінде доллар индексі соңғы айлардағы жергілікті максимумға дейін көтерілгенін естеріңізге сала кетейік. Әсіресе доллардың еуро мен жапон иенасына қарсы күшеюі анық байқалды. Сонымен қатар ФРЖ өкілдерінің мәлімдері де долларды қолдады. Реттеуші мүшелерінің көпшілігі мөлшерлемелерін тым ерте төмендету инфляцияға қатты күшеюі мүмкін екенін айтты. Нарық мұны жоғары мөлшерлемелер ұзақ уақыт сақталады деген белгі ретінде қабылдады. Мінекей график барысында біз сіздермен көріп отырмыз. Жағдай түсініксіз болғанына қарамастан доллар әлдеқайда нығайып келе жатқанын көрдік. Бұны біз күнделікті брифингтер барысында өте қатты талқылап едік. Енді еуро және Америка доллары валюталық жұбына көшейік. Өткен аптада еуро айтарлықтай қысым астында болды. Негізгі себеп Еуропа экономикасының әлсіздігі. Германияның өнеркәсіптік деректері инвесторлардың көңілінен тағы да шықпады. Ал еуро аймақтағы іскерлік белсенділік төмен күйінде қалуда. Сонымен қатар Еуропалық орталық банк ФРЖ-ға қарағанда пайыздық мөлшерлемелерді ертерек төмендетуі мүмкін деген күтулер күшейді. Дәл осы фактор еуроның әлсіздеуінің негізгі драйверінің біріне айналды. Инвесторлар еуро аймақ экономикасы ұзақ мерзімді баяу өсім кезеңінен қашып құтыла ала ма деген сұрақтарға жиі қоя бастады. Әсіресе жоғары мөлшерлемелер, қымбат несиелер және өнеркәсіп өндірісінің төмендеуі жағдайды қиындатып отыр. Нақтырақ айтатын болсақ, апта бойы еуро және Америка құрама штаттары доллары жұбы біртіндеп төмендеді, ал кез келген қысқа мерзімді өсу жаңа сатылымдармен аяқталды. Сонымен қатар нарық Еуропадағы инфляциялық деректерге өте сезімтал екенін атап өткен жөн. Инфляцияның жеделдеуі туралы кез келген белгі еуроны уақытша қолдауы мүмкін. Бірақ әзірге жалпы тренд доллар пайдасына қарап отыр екенін көріп отырмыз. Мінекей өте қиын жағдайлар болды, және де соңғы екі брифингте біз жасаған болжамдар әзірге іске асып жатқанын көріп отырмыз. Енді британиялық фунт және Америка құрама штаттары доллар жұбы туралы сөйлесейік. Өткен аптада фунт жоғары құбылмалық көрсетті. Негізгі оқиға Ұлыбританиядағы инфляция бойынша деректер болды. Инфляция әлде жоғары деңгейде қалып отыр, және бұл Англия банкі үшін өте күрделі жағдай туғызуда. Бір жағынан жоғары инфляция қатаң саясатты сақтауды талап етеді. Екінші жағынан қымбат несиелер мен тұтынушылық белсенділіктің төмендеуі британ экономикасын баяулап жатыр. Біз көріп отқандай, апта ішінде нарық Англия банкінің болашақ мөлшерлемелері бойынша күтулерін бірнеше рет өзгертіп отырды. Бұл фунттың күшті ауытқуына себеп болды. Сонымен қатар күшті доллар, британиялық фунт және Америкалық доллар жұбына қатты қысым көрсетеді. Нәтижесінде британ валютасы аптаны әлсіз позицияда аяқтауда. Дегенмен фунт әзірге еуроға қарағанда біршама тұрақты көрінеді, себебі Ұлыбританиядағы инфляция еуро аймақпен салыстырғанда әлде қайда жоғары. Ал бұл Англия банкі мөлшерлемелерді тез төмендетеді деген ықтималдылықты азайтады. Біз көріп отқандай, дәл осы
графиктер барысында әзірге ұлыбританиялық фунт айтарлықтай жаман емес позицияларын ұстап жатыр. Үлкен ықтималдылықпен бұл позициялар сақталады. Енді соңғы айлардағы ең көп талқыланған жұптардың бірі америкалық доллар және жапониялық иена туралы сөйлесейік. Жапония иенасы доллар алдында әлсіреуін жалғастырады. Мұндағы негізгі факторлардың бірін қазір айта кететін боламыз, және дәл сол негізгі факторлардың бірі өзгерген жоқ. ақш пен Жапония арасындағы пайыздық мөлшерлемелер айырмашылығы өте үлкен болып қалуда. ФРЖ жоғары мөлшерлемелерді сақтап отырған кезде, ал Жапония банкі саясатты қатаңдатуға өте сақ қарағандықтан, инвесторлар иенаны арзан қаржыландыру валютасы ретінде пайдалануды жалғастыруда. Өткен аптада Америка құрама штаттары доллар және жапониялық иена жұбы жапон билігін алаңдатқан деңгейлерге қайта жақындалды. Нарықта Жапония қаржы министрлігі тарапынан валюталық интервенциялар болуы мүмкін деген әңгімелер жиі айтылуда. Жұп тым тез өсе бастаған сайын жапон шенеуніктері шамадан тыс құбылмалыққа жол бермейтінін айтып қатаң мәлімдемелер жасады. Бұл кейде жұпта түрт түзелуге алып келеді. Алайда жаһандық тұрғыдан қарағанда тренд өзгерген жоқ. Күшті доллар және әлсіз иена. Әрмен қарай Американың және Канаданың долларларының жұптарына көшейік. Өткен аптада канадалық доллар бірден екі фактордың ықпал астында болды. ақш долларының динамикасы және мұнай нарығы. Бір жағынан мұнай бағасының өсуі канадалық валютаны мезгіл-мезгіл қолдап отырды. Екінші жағынан ақш доллары жалпы күшеюі Америка доллары және Канада доллары жұбының төмендеу әлеуетін шектеді. Инвесторлар Канада экономикасының жағдайын мұқият бақылауда. Нарық қатысушылары көбі егер экономикалық белсенділік айтарлықтай баяуласа, Канада банкі ФРЖ-дан да бұрын саясатты жұмсартуы мүмкін деп есептей бастады. Сонымен қатар канадалық доллар мұнай бағасын кез келген өзгерісіне өте сезімтал болып қалуда, ал мұнай нарығы осы аптада өте құбылмалы болды. Енді WTI мұнайыда туралы сөйлесейік достар. Дәл қазір графиктерді мен сіздерге көрсететін боламын, және WTI туралы әңгіме қозғайтын болсақ, өткен апта мұнай нарығы үшін өте шиеленісті болды. WTI бағасы күрт және эмоциялық қозғалыстарды көрсетті. Бұған бірнеше фактор әсер еткенін білеміз. Біріншіден, таяу шығыстағы геосаяси шиеленіс сақталуда. Мұнай жеткізіліміне қауіп төндіретін кез келген жаңалық бірден бағаның өсуіне алып келеді. Екіншіден, ақштағы мұнай қорлары туралы деректер мұқият бақыланды. Инвесторлар әлемдегі ең ірі экономикадағы жанармай сұранысының қаншалықты тұрақты екенін түсінуге тырысты. Сонымен қатар ОПЕК плюс келісімдерінің болашағына қатысты әңгімелер де нарыққа қосымша жүйке салды. Кейбір квоталардың өзгеруі және жеткелген келісімдердің қайта қаралуы туралы жаңалықтардан кейін инвесторлар мұнай ұсынысы арттыруы мүмкін деп қауіптене бастады. Бірақ сонымен бірге жаһандық сұранысқа қатысты алаңдаушылықтар да сақталуда. ақш пен Еуропадағы жоғары пайыздық мөлшерлемелер әлемдік экономиканы баяулатуы мүмкін, ал бұл мұнай тұтынуының төмендеуіне алып келеді. Сондықтан мұнай нарығы қазір екі қарама-қарсы күштің арасында тұр. Бағалары жоғары итермелейтін геосаясат және өсімді шектейтін экономикалық баяулаудан қорқу. Осылайша жағдай әзірге беймәлім достар. Әрмен қарай енді алтынға да көшейік. Бұл жақта енді әңгіме қозғайтын болсақ, өткен аптада алтын өте құбылмалы саудаланды. Қысымның негізгі факторы күшті доллар және америкалық облигациялардың кірістілігінің өсуі болды. Инвесторлар долларлық активтерден жоғары кірістілік ала алатын кезде алтынға деген қызығушылық әдетте төмендейді, себебі алтын пайыздық табыс алып келмейді. Дегенмен алтын нарығын толықтай аюлы деп айтуға болмайды. Геосаяси шиеленіс, рецессия қаупі және әлемдік қарыз деңгейінің жоғары болуы қорғаныс активтеріне деген сұранысты қолдап отыр. Сонымен қатар көптеген орталық банктер алтын резервтерін белсенді түрде көбейтуді жалғастыруда. Бұл бағалы металдар нарығында ұзақ мерзімді қолдау көрсетеді. Осы аптада алтын бірнеше рет төмендеуден кейін қалпына келуді тырысты, бірақ әр жолы күшейіп жатқан доллар тарапынан қысымға ұшырады. Енді қор нарықтарына да қысқаша тоқталайық, себебі оларды валютар мен шикізат активтеріне әсер етеді. Инвесторлар үшін басты оқиға ақштың ірі технологиялық компанияларының есептері, акциялары, әсіресе
Nvidia компаниясына қатысты күтулер болды. Нарық әлі де жасанды интеллект тақырыбымен өмір сүріп жатыр, және жасанды интеллект инфрақұрылымына деген сұраныс туралы кез келген жаңалық технологиялық секторда күшті қозғалыстар туғызуда. Америкалық индекстер облигациялар кірістілігінің өсуіне қарамастан тұрақтылық сақталады. Бұл инвесторлардың ақш экономикасының біріктілігіне әлі де сенетінін көрсетеді. Алайда сонымен бірге технологиялық компаниялар шамасынан да тыс жоғары бағалануы нарықта түзетулерге осал етуі мүмкін деген қауіп артып келеді. Аптаның жалпы қорытындысын жасайтын болсақ, әлемдік нарықтар әлі де бір негізгі тақырыптардың айналасында қалып отыр. Бұл ақш ФРЖ саясаты. ақш экономикасы мықты болып тұрған кезде доллар артықшылықтарын сақтап отыр, иена мен еуро қысым астында, фунт аралас динамика көрсетуде. Мұнай геосаясат пен сұранысқа қатысты қорқыныш арасында құбылып тұр. Алтын қорғаныс активі ретіндегі рөлімен жоғары мөлшерлемелер қысымы арасында тепе-теңдік іздеуде. Сондықтан алдағы апталар валюталық, шикізат және қор нарықтары және орта мерзімді трендтердің қалыптасуы үшін шешуші кезеңге айналуы мүмкін деген ой пікірлер бізде бар. Осымен достар, біздің кішігірім аптаға деген шолу аяқталды. Назарларыңызға үлкен рахмет. Міндетті түрде Амаркетстің YouTube, Instagram және Telegram парақшаларына жазылып кетіп, хабарламаларды қосып отыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыз.